Жұма күні қайырлы олсын. Бүгін Қырмыжғалынан 1065 күні эфирде заман студияда сіздерімен Шевкет Наматулаев селемлайым. Адвокат Эмиль Курбидинов 10 күнге апске алынғанын наразы олмайып, оның темсілжесі бұл қарарға шикайет бережектір. Төнебін Курбидинов Бақшысарайда өткерілген тентуге кеткен малде полис хадемлері тарафындан яқаланып экстремизмнен күрешув мерkezіне алып кетілді. Евове чалышқан офисінде тентувлер өткерілді. Таққатшылар ясақ олынған бір шей тапмағанлар, тек офистен техника, евінден есе жеп телефонларыны тұтып алғанлар. Махкеме оны санкедерсінта 2013 сенесі ВКонтакте сайфесінде экстремизмнен бағлы материаллар дерчеткендір деп қабатлы таныды. Что касается отношения к постановлению, ни я, ни мой подзащитный қарарыне наразы дегілміз. Біз апелляцияға шикайет бермеге азырланамыз. Бұна 10 күн бар. Шикайет бірдане олмай жақтыр. Уақ межеттеке мақсус мойшседе тұтылажақ. Анда мемория апске алынуынен бағлы инсанлар болуна. Білгеніме көре бұл мойшсе Ақмежеттің Демирьол полиция бөлігінде ерлеше. Специальное учреждение для отбытия админ арестов. Насколько я знаю, это в настоящий момент находится в помещении железнодорожного райотдела города Симферополя. Курбидинов апске алынуы Қырым адвокатларына олған басқыдыр. Бұны оның зенадашы Эдем Семедляев білдірді. Оймен басқы Эмиль Курбидиновның профессионал адвокатлық ішінен бағлыдыр. Это решение связано с Эмиля профессиональной деятельностью. Бұл қарар Эмильнің фалиетінен бағлыдыр. Чүнке о Қырым-татарлар ве Қырым мұсылманларына қаршы өткерілген репрессиялармен бағлы ішлеріні алып бара. 10 күнге Эмиль Курбидинов бұл ішлер бақылығындан четлештірілді. Бұл күнлері Илми Умеровқа низбетін яңы қабатланув шығарылмақ керек. Мен білесем, бұл яқаланув Қырым-татар халқының ақларыны құрчылған адвокатларының фалиетіне тесір етмес. Эмиль бұл сынавны да қиметілі кечер. Права крымских татар. 12 күн апыс жезасы бірқачылы белсі іштимай ағыларда ерлештірілген аудио язылығы үшін бөлі қарарны Туневын Бақшысарайынан Ишғалжилер Махкемесі фальжы Серан Салиев кенезбетін шығарды. Махкеме язылығыларына экстремистик материал тарқатывы көбі таныған. Махкеме отырышы Туневын Сабадан Тинтуф өткерілген сон кечірілді. Город Бахчисарай. Аудиозаписи, которые были у него на... Қадылар оның ВКонтакте сайфесінде ерлештірілген аудиофайларына экстремистик оларақ таныдылар. Бұне берабер Хизбут Тахрирнен бағылы фоторесімлеріні де экстремистик материаллар көбі таныдылар. Бұл байрақ ве дегер тимсаллердір. Freedom House ұқық қорчалайжы бірлешмесі Русия әкиметінің адвокат Курбидинов ве Фальжи Салиевны азат етмеге талап ете. Русия Курбидинов ве Салиевны азат етіп, ишғал олынған территорияларнен бағлы халқара ұқықны реайет етмек керек. Русия силялы құветлер тарафындан инсан ақлары бұзылуы, Қырымны инсан ақларыны реайет етілмеген территорияға чевірді. Анда қапсызлық органлары тарафындан япылған қанунсызлыққа шикайет етмеге ұмыт біле қалмай. Мұстақыл адвокатларыны Қырымны терк етмеге мejbur етелер. Бұны оқу құрчалайжы Ольга Скрипник білдірді. Оның сөздеріне көре, 2 күн белсі Ақтем Чайгозының адвокаты Николай Полозы ФСБ тарафындан қырсызланып сұрауға кетірілуі ве Эмиль Курбидиновқа мемори жеза белгіленмесі бұна избаттыр. Возможно, да, будут раскручивать. Менің жесіне адвокатларға қаршы бұл ішлеріні жинай ішлер açып, тақып етіп адвокатлық лицензиясындан марум етмеге істейлер. Қорқыту фластасынен Қырымны терк етмеге мejbur ете білелер. Қыдырып құртармақ Крымсоз фальжилері Қырымда ғайып олған шақысларының тақдирлері ақында қатырлатмақ үшін Киевдеки Русия елшіханесі оғыне чықтылар. Бұл сене жедвелге да 2 инсанның сояды yazıldı. Тәфсилатлыжа Роман Спиридоновның левқасында. Фальжилер Қырым контуры үстіне левхаларны япыштыралар. Олар üzerinde ярамадада ғайып болған инсанларының соядлары бар. Олар арасында 2014 сенесінің бар мевсімінде ғайып болған автомайдан иштиракчылары бар. Иван Бондарец, Валерий Ващук, Василий Черныш, Украина ветішкелятының эсасчылары Тимур Шаймарданов, Весеран Зейнедин. Бұлар Қырым-татар ұқық құройжысы Абдуришит Джипаровның оғлы, ветурыны Ислам Джипаров, Веджевдет Ислямов. Бұтын дүния Қырым-татар конгрессінің ижра комитеті засы Эрвин Ибрагимовдар. На территории Крыму проводится... Қырым топрағында бізлер үшін белі олмағанда чок инсан ғайып ола. Шымдылік бізлер 15 инсанның нерде болынғаныны білмейміз. Ишғали вақытында 38 инсан ғайып олды.
Петровыговскийнын оғлы Валентин, оны 14-ші сенесінің март айында 2 афта бойынша ғайып болған шахыз деп эсапланайдылар. Сонра о Ахмежит аписханесінде тапылды. Валентиннің жасуслықта қабатлап, 11 жылға қадар сербесліктен марум еткенлер. Країну, на яку він шпигував, нібито не встановив. Анги мемлекет үшін жасуслық япқаны белі дегіл. Дава қапатылды, махкемеде не акимиет, не де айле тарафындан кімсе йоқ еді. Яни білгелеген маддеден ғайры ичбірше белі дегіл. Русия Федерациясының прокуратурасына йоланылған мектуплерден сон Крымсос тешкелятына ғайып олғанларының ишлері насыл етіп қыдырғанлары ақында Қырымдан хабер келді. Бір чоқ адамның қыдырылмағаны белі олды. Мисал оларақ автомайдан фальжилеріні қыдырмаға беле башламағанлар. Приостановлено было по Шеймарданову. Шармайданов, Зинеддинов, Арисланов, Абселямов, Джапаров ве Исламов буынжа қыдырувлар тоқтатылды, чүнки қабатлы олған шақыслары тапылмады. Иван Бандерец, Василий Черныш ве Владислав Ващукны алсақ, дава ишлерінің асла ачылмағаны бели олғандар. И Владислава Ващука, то дела вообще не были возбуждены. Крымсос адлейджілеріне бұсене ғайып олған инсанлар ақында да белі олды. Қырымда яшаған Өзбекистан ватандашы Мурат Каримов январь айының 17-сінде Украинаға yol алғанда ғайып олғандар. Ве Қырымдан көчіп келген Искендер Ибрагимов. Истелядан сон о Винница велетінде яшайды. Иш ортағынен Корышу үшін кеткенде Москвада ғайып олғандар. Роман Спиридонов, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Бұл сатқа олған сонки хаберіміздір жұма күні епіңіз үшін қайырлы ішлерінен белгіленсін. Евбетеки яйынларымызны қачырманыз, бізілі олыңыз көрішкенже.